Биыл 15 мың адамға рақымшылық жасалуы мүмкін. Қанша адам түрмеден бостандыққа шығады, ал қаншасының жаза мерзімі қысқарады. Темір торға тоғытылған қанша әйел отбасына оралады. Бүгін мәжіліс депутаттары Конституцияның 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңды қабылдады. Самал Қабышеваның бейнематериалы. Жемқорлық, терроризм, экстремизм азаптау. Осы баптармен сотталғандар рақымшылыққа ілінбейді. Депутат Абзал Құспанның сөзінше, Қазақстанда қазір жемқорлық бойынша 624 адам, терроризм бойынша 294, экстремизм бойынша 96, азаптау бабымен 48 адам қамауда отыр. Ал рақымшылыққа ауыр емес және орташа ауыр қылмыс жасағандар ілінеді. Қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінен шамамен 632 адам, сондай-ақ пробация қызметінің есебінде тұрған 3,5 мың сотталған, барлығы 4100 адам бостандыққа шығады. Одан бөлек қылмыстық жазасын өтеуге соңғы 1 жыл қалған, оң мінезделетін 1700-ден астам сотталған азаматтар босап шығуы көзделген. Сондай-ақ 11 мың адамның өтелмеген жазасын саралап қысқарту көзделген. Бұдан бөлек соттарда қаралмаған істерді тоқтату ұсынылды. Осылайша 2100-ден аса қылмыстық істі жабу көзделген. Рақымшылық әлеуметтік осал санаттағыларға да жасалады. Әйелдердің де жазасы жеңілдейді. Нақты категориялар бар. Біріншіден бұл жүкті әйелдер, жастары ұлғайған әйелдер, мүгедектігі бар әйелдер, және де ең бастысы негізі приоритет соларда. Үйлерінде кәмелетке толмаған балалары бар әйелдер. Біздің өзіміздің санауымыз бойынша бүгінде 2000-ға жуық әйел босатылатын болады. Оған қосымша тағы да пробациядағы жүрген әйелдердің жазасы жеңілденеді. Жалпы бұған дейін елімізде сотталғандарға 9 рет рақымшылық жасалған. Қазір 63 түрме мен 16 тергеу изоляторында 40 мыңнан астам адам қамауда. Олардың ішінде 33 мыңы бас бостандығынан айырылғандар, ал 7 мыңы тергеу қамауындағы адамдар. Бұдан бөлек сотталған 27 мыңнан астам адам пробация қызметінің есебінде тұр. Сонымен 15 мың адамға рақымшылық жасалады деп жоспарлануда. Аулаларды қамтамасыз ету үшін жылына бюджеттен 5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініп келген. Қоғамға аса қаупі жоқ сотталғандарға рақымшылық жасау арқылы бюджет қаражатын үнемдеп, қаржыны түгендеп, қажет салаға жұмсауымыз қажет деді депутат Абзал Құспан.